Мантаваркада роллтон дайындайтын боламыз. Өте ерекше дайындалатын рецепттердің бірі. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен полгорки перецті ұзыннан майдалап турап аласыздар. Бір пиязды алып турап аламыз. Және кинзаны да ұмытпаңыздар, ерекше дәм береді. Тауықтың етін турап аламыз. Роллтонның қамырын суға батырып, мантаваркаға қойып, 15 минутта өз буына пісіріп аламыз. Табаға майды құйып, ең алдымен тауықты қуырып аламыз. Одан кейін барып пияз саламыз. Полгорки перецті салып, қайтадан қуырып аласыздар. Роллтонның ашты приправасын қосамыз. Және соя соусын қосасыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып алып, мантаваркадағы пісіп дайын болған лапшаны саласыздар да, кинзаны салып қуырып аламыз. Құрғақ болып қалмау үшін жарты кеседей су құйып, бірақ бетін жауып тындырып пісіріп алыңыздар. Мен су құймағандықтан менікі кішкене құрғақтау болып қалды. Менің жасаған қателігімді сіздер жасап алмаңыздар. Бірақ қыздар, дәмі өте керемет болады. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, коммент қалдырып, парақшаға тіркеліп қойыңыз. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.